Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта крючокпен өте оңай шұлық тоқып үйренеміз. Бұл шұлық тоқыманы енді үйреніп жүрген қыздарға арналады. Ал егер мүлдем тоқып білмейтін болсаңыздар, менің алдыңғы сабақтарымда крючокпен қалай тоқып үйрену керек, крючокты қалай ұстау керек, қалай бастау керек, барлық сабақтарым бар. Сол сабақтарға мұқият қарап, кейін осы шұлыққа көшсеңіздер болады. Өте оңай тоқылады. Және де бұл шұлықты тоқып, ұялмай сыйлыққа берсеңіздер де, немесе тоқып сатсаңыздар да болады. Өте әдемі болып шығады. Қызыл шұлық бізде 3 айлықтан 5 айлыққа дейінгі балаларға арналған. Жасыл шұлық 5 айлықтан 1 жасқа дейінгі балаларға арналады. Қыздар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген осындай оңай тоқыма түрлерін шығарамын. Сол тоқымаларды жіберіп алмас үшін міндетті түрде менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Олай болса, жұмысымызға кірісейік. Жұмысымызға 2 түрлі жіп қажет. Мендегі жіп Alize Midi, крючок қажет. 3 мм крючокпен тоқимыз, және қайшы керек. Олай болса, жұмысымызға кірісейік. Ең алдымен шұлықтың мына жерінен бастаймыз. Қараңыздар, осы жерінен бастап жоғарыға қарай тоқимыз. Мынау жіптің ұшы. Саусағымызға осылай ораймыз. Осылай орадық. Крючокты жіптің ортасынан өткізіп, қараңыздар, мына жұмыс жібінің астынан өткізіп, өзімізге қарай тартып шығарамыз. Енді жұмыс жібін тағы бір рет ілеміз. Енді саусағымыздан шығарамыз. Осылай болып шықты. Және енді 2 ілмек тоқимыз. 1, 2. Екі ілмек тоқыдық. Қараңыздар, осылай болып шығу керек. Осы сақинаны айналдыра, жалпы 12 столбик с накидом тоқимыз. Мынау бізде бірінші столбик болып саналады. Енді 11 столбик с накидом тоқимыз. Қараңыздар, жұмыс жібін крючогымызға осылай ілдіріп алып, сақинаның ортасынан өткіземіз. Бірінші осы екеуін тоқимыз, кейін екіншін тоқимыз. Мынау бізде екінші столбик с накидом болды. Қараңыздар. Келесі үшінші столбик с накидом тоқимыз. Мынау бізде 1, 2, 3. 3 столбик с накидом тоқыдық. Енді ары қарай 4, 5, 6. Осылай 12 столбик болғанша тоқыңыздар. Ілмекті тоқыдық. Қараңыздар. Енді санап шығыңыздар. Ерінбей санап отырыңыздар. Ілмектер саны аз немесе көп болса, онда тоқымаларыңыз дұрыс шықпайды. Әр қатарда санап отырыңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, мына бізде 12. Бірінші тоқыған, қараңыздар. Бірінші столбигіміз, 12. Осы 12-ші ілмекке қазір қосамыз. Крючогымызды өткіздік осылай. Осылай шығардық. Енді крючоктағы жіптен шығарып, бір-біріне қосамыз. Қостық. Енді ортасы ашық қалмас үшін қысқа жіптен қатты тартып, бір-біріне қосамыз. Қатты. Барлық күштеріңізбен тартып, осылай бір-біріне қосыңыздар. Сонда ортасы ашық қалмайды. Қатты тартқаннан кейін кез келген жерге ілдіріп, қатты байлап қоямыз.
міне ортасы жабылды. Келесі қатарға өту үшін жоғарыға қарай 3 ілмек тоқимыз. 1 2 3. Міне 3 ілмек тоқыдық. Енді мына 12 ілмектің барлығына прибавка жасаймыз, яғни әр ілмекке 2 столбиктен тоқып шығамыз. Қараңыздар, мына 1 ілмекке 2 столбик, екінші ілмекке 2 столбик, үшінші ілмекке 2 столбик, солай қатардың соңына дейін жалпы 24 столбик шығу керек бізде. Қыздар қараңыздар, мына бізде жоғарыға қарай тоқыған 3 ілмегіміз 1 столбик болып саналады. Енді 23 ілмек тоқып шығамыз. Қазір мына бірінші ілмекке 2 столбик с накидом тоқимыз. 1. Осы ілмекке және екіншісін тоқимыз. 2 ілмек тоқыдық. Енді келесі екінші ілмекке және 2 столбик с накидом тоқимыз. 1. 2. Үшінші ілмекке және екеу тоқимыз. 1 2. Осылай қатардың соңына дейін тоқып шығыңыздар. Міне қыздар қараңыздар, соңына келдім. Соңында бізде 1 ілмек қалып тұр. Міне мына бізде басында жоғарыға қарай 3 ілмек тоқыған столбигіміз. Қараңыздар, осы жерге енді 1 столбик с накидом тоқимыз. Мына столбикпен 2 столбик болады. Қараңыздар, міне осы жерге соңғы ілмегіне 1 столбик с накидом тоқимыз. Жалпы 24 столбик с накидом болды. Енді санап шығамыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 23 24. Міне 24-ші ілмекке тоқымамызды қосамыз. Өткіземіз осылай. Жібімізді және крючоктағы жіптен өткіземіз. Және осылай 1 ілмек тоқып, жібімізді қиямыз. Міне осылай қиып, енді келесі қызыл жіппен жалғастырамыз. Міне қараңыздар, мына басын тоқып болдық. Мына домалақ басын тоқыдық. Енді қызыл жіпқа көшеміз. Қыздар қараңыздар, мына жері қатты ашық қалса, мына жерінен тағы қатты тартамыз. Енді жабылды. Қараңыздар, 2 қатар ақ жіппен тоқыдық. Енді келесі қатардан бастап қызыл жіппен тоқимыз. 5 қатар мына қызыл жібін тоқимыз. Қараңыздар, 1 2 3 4 5. Осы 5 қатарын тоқимыз. Крючогымызды тоқыманың кез келген жерінен осылай өткіземіз. Жіпті қиған жерінен өткізсеңіздер де болады, бірақ міндетті емес. Мен осылай кез келген жерінен өткізіп тоқимын. Міне осылай өткіздік. Енді қызыл жібімізді крючогымызға ілдіріп тартып шығарамыз. Осылай шығардық. Жұмыс жібін бір ілдіреміз осылай. Мына қысқа жіпті тартамыз. Енді жоғарыға қарай 3 ілмек тоқимыз. 1 2 3. Міне 3 ілмек тоқыдық. Бұл бізде бірінші столбик болады. Енді ешқандай прибавкасыз 24 ілмекті айналдыра тоқып шығамыз. Әр ілмекке 1 столбиктен тоқимыз енді. Міне екінші столбик. Мына бізде бірінші столбик, мына екінші столбик. Үшінші столбик.
4 5 6. Мына қиылған қысқа жіптерді тоқыманың астына осылай тоқып жібереміз. 7 8 9 10. Бұлай қатардың соңына дейін 24 столбик тоқып шығамыз. Қыздар, қараңыздар, қатардың соңына келдік. Енді бір-біріне қосамыз. Мына бірінші столбиктің үшінші ілмегіне қосамыз. Қараңыздар, 1 2 3. Не осылай болып шығады бірінші қатар. Енді ары қарай тура осылай 24 ілмекті 4 қатар тоқып шығасыздар. Мына бізде бірінші қатарын тоқыдық. Жалпы 5 қатар болу керек. Мына өкшесіне дейін тоқисыздар. 1 2 3 4 5. Осы 5 қатар тоқып шығыңыздар. Кейін ары қарай қалай тоқу керек екенін көрсетемін. Бес қатар тоқып болдым. 1 2 3 4 5. Осылай болып шығады. 5 қатар. Енді мына жібін қимаймыз. Осылай тартып, жұмыс жібімізді тартып, осылай қойып қоямыз. Енді мына өкшесін тоқимыз. Ол үшін 3 ілмек қалдырамыз. 1 2 3. Мына 4-ші ілмектен бастап тоқимыз қазір. Мына жібіміз, қызыл жібіміз осылай тұрады бізде. Енді ақ жібімізді крючогымызбен тартып шығарамыз. Осылай тартып шығардық. Бір осылай ілдіреміз. Осы жіп ілдірген жерден және бір ілмек тоқимыз. Столбик без накида тоқимыз енді. Міне қараңыздар. Бізде бірінші ілмек. Енді осылай 12 ілмек столбик без накида тоқып шығамыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Санап шығыңыздар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Енді келесі қатарға өту үшін бір ілмек тоқимыз осылай. Тоқымамызды аударып, және 12 ілмек тоқып шығамыз. Мына жерден бастамаймыз. Мына бізде бірінші ілмек. Осы жерден бастаймыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Мына бізде соңғы ілмек. 12. Міне бізде екінші қатар аяқталды. Енді келесі қатарға өту үшін және бір ілмек тоқимыз.
to'qimamizni audarib және 12 stolbik bez nakida to'qib chiqamiz. Солай 3 қатар тоқимыз. Жалпы 5 қатар болу керек. Міне 2 қатарын тоқыдық. Енді 3 қатар тоқып шығамыз. Мына бізде бірінші ілмек, осы жерден бастап тоқисыздар. Мына жерден тоқымаңыздар. Мына ілмекті қалдырмай тоқыңыздар. Мына бірінші ілмекті тоқымасаңыздар, тоқымаларыңыз қисайып кетеді. Сол үшін міндетті түрде мына осы бірінші ілмекті жібермей тоқыңыздар. Ары қарай 2 қатарды өздеріңіз тоқып шығыңыздар. Кейін қалай қысқарту керек екенін көрсетемін. Міне қыздар, қараңыздар, 5 қатар тоқыдым. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі қатардан бастап осы тоқымамызды қысқартамыз. Ең алдымен мына ілмегімізді жабамыз және қысқарту үшін біз 4 қатар тоқимыз. Мына жіптеріңізді 4 қатарға жететіндей етіп ұзын қылып қиып алсаңыздар болады. Немесе қазір сіздерге тағы бір әдісін көрсетемін. Осылай жауып тоқсаңыздар да болады. Мына ілмекті осылай қатты тартып созамыз. Ұзынырақ қылып тартамыз. Мына ілмегімізді енді осының арасынан жібімізді осылай өткіземіз. Өткізіп осылай тартамыз. Міне біздің ілмегіміз жабылды. Қараңыздар, тоқымамыз жабылды. Енді тоқымамызды аударып, келесі қатардан бастап, 12 ілмекті 3-ке бөлеміз. Сонда бізде 4 ілмектен шығады. Енді мына жерден 1, 2, 3, 4. Осы 4 ілмекті қалдырып, 5-ші ілмектен бастап тоқимыз. 5-ші ілмекке осылай крючогымызды өткізіп, мына жұмыс жібін өзімізге қарай тартып шығарамыз. Мына жері қатты тартылып кетпесін. Бостау қалдырыңыздар. Осылай бос болып тұрған дұрыс. Енді жұмыс жібін осылай тартып шығарғаннан кейін бір ілдіреміз. Бір ілдіргеннен кейін және осы 5-ші ілмекке және бір столбик без накида тоқимыз. Осылай қараңыздар. Бұл бізде бірінші ілмек болып саналады. Бірінші столбик болып саналады. Енді ары қарай 3 столбик тоқимыз. 2, 3, 4. 4 столбик тоқыдық. Енді қараңыздар, мына 5, 6-шы ілмекті қалай тоқу керек екенін көрсетемін. Міне 4 ілмек тоқыдық. Енді мына 5-ші ілмекті осылай тоқимыз. Мына крючокта 2 жіп. Енді 6-шы ілмекті тура 5-ші ілмек сияқты тоқимыз. Міне қараңыздар, крючокта 3 жіп. Осы 3 жіпті енді бірден осылай бір жіппен тоқимыз. Неке осылай тоқыдық. Міне қараңыздар, қысқарды. Енді келесі қатарға өту үшін тоқымамызды аударамыз. Ешқандай бір ілмек тоқымаймыз келесі қатарға өту үшін. Енді бірінші ілмектен емес, екінші ілмектен бастап тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Енді 5-6-ны тура жаңа қысқартқан сияқты қылып тоқимыз. 5, 6. Енді үшеуін бір жіппен тоқимыз. Қараңыздар. Міне осылай қысқарттық. Енді бізде мына жақтан 2 ілмек, мына жақтан 2 ілмек қалды. Тура осылай тоқымамызды аударамыз. Және мына бірінші ілмекке тиіспейміз. Екінші ілмектен бастап 4 ілмек столбик тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Енді міне қараңыздар, 5, 6. Мына ілмекке тиіспейміз. Мына қысқартқан ілмегіміз, бұл ілмегіміз бос емес. Қараңыздар, мұқият қараңыздар. Бұл жерге тоқымаймыз. Соңғы қалған неке 5, 6-шы ілмекке тоқимыз. Міне 4, 5, соңғысы 6. Міне крючокта 3 жіп. Енді осы 3 жіпті бір жіппен тоқимыз. 6. Тоқымамызды аударамыз. Келесі қатарда да тура осылай тоқимыз. Мына бірінші ілмекке тоқымаймыз, екінші ілмектен бастап тоқимыз. 1, 2, 3, 4,
міне қараңыздар, мына жерде де 2 ілмек қалды. Мынау бізде бірінші қысқартқан ілмек, бос емес. Қараңыздар, міне өздеріңіз тоқыған кезде де көрінеді. Мына ілмекке тиіспейміз. 5, 6, 5, 6. Міне крючокта 3 жіп, үшеуін бір жіппен тоқимыз. Міне қараңыздар, қысқарып болды бізде, осылай болып шығады. Енді ақ жіптің жұмысын аяқтаймыз. Бір ілмек тоқып, жібімізді қиямыз. Өкшесі осылай болып шығады. Енді осыны айналдыра қызыл жіппен тоқимыз. Жоғарыға қарай 3 ілмек тоқимыз. 1, 2, 3. 3 ілмек тоқып, мынау ең соңғы ілмекке келгенде, қазір қалай тоқу керек екенін көрсетемін. Bir, екі, үш ілмек тоқыдық. Енді мына өкшесінің алдында бір ілмек қалады осылай. Бұл ілмекті қазір қалай тоқу керек екенін көрсетемін. Крючогымызға жіпті ілдіреміз. Ең соңғы ілмек, қараңыздар. Осылай өткіземіз. Крючокта 3 жіп. Тек мына 2 жібін тоқимыз, қараңыздар. Осылай соңына дейін тоқымаймыз. 2 жібін тоқимыз. Енді мына ақ жіпті тоқимыз. Қараңыздар, мына екеуін тоқимыз және осылай тоқыдық. Енді соңғы 4-ші ілмекті тоқимыз. Және 2 жібін тоқимыз. Қараңыздар, мына 3 столбикті соңына дейін тоқыған жоқпыз. Мына столбикті соңына дейін тоқыдық. Енді қараңыздар, крючокта 4 жіп. Енді осы 4 жіпті бір жіппен тоқимыз. Мына жұмыс жібін ілдіреміз. 4-еуінен бірдей өткізіп шығарамыз. Осылай қысқарттық. Өкшенің мына бұрышын және мына бұрышын тура осылай тоқимыз. Екі шетінен 5 столбиктен тоқимыз. Мынау бізде бірінші столбик. Бірінші столбик болып саналады. Енді 4 столбик тоқимыз. 1, мынау бізде 1, 2, 3, 4 және 5. Қыздар, қараңыздар, мына 4-ші мен 5-ші столбиктің арасы өте ашық қалды. Бұлай қатты ашық қалуға болмайды. Сол үшін мына жерді қазір мен сөгітіп, және мына столбиктердің арасын алысырақ тоқимын. Қараңыздар, мына жоғарыда бізде қысқартқанда 4 ілмек қалды. Осы 4 ілмекке дейін 2 шетіне 5 столбик тоқу керек. Мына бізде бірінші столбик, екінші столбик, енді 3 столбик тоқимын. 2, мына жерден емес, мына жерден аламын. 3, 4, 5. Міне қыздар, 5 столбик тоқыдық. Енді мына үстіндегі 4 столбикті тоқимыз. 1, 2,
3 4. Енді астына қарай 5 столбик тоқимыз. Кез келген жерінен тоқсаңыздар болады. Арасы өте алыс немесе жақын болып кетпесін. 5 столбикті бөліп тоқыңыздар. Мен мына жерден алып тоқимын. Бірінші столбик. Екі. Үш. Төрт. Бес. Енді қараңыздар. Мына бұрышын тура мына бұрышы сияқты тоқимыз. Қараңыздар. Жартылай тоқимыз осылай. 1 2 3. Қараңыздар. Мына 3 столбикті жартылай тоқыдық. Мына столбикті толық тоқыдық. Енді крючокта 4 жіп, осы 4 жіпті бір жіппен тоқимыз. Қыздар, қараңыздар, екі бұрышын осылай қысқарттық. Енді қатардың соңына дейін, мына жерге дейін бір столбик с накидамен тоқып шығамыз. Барлығын әр ілмекке бір столбик с накидамен тоқимыз. Қыздар, қараңыздар, қатардың соңына дейін тоқыдық. Енді санап шығамыз. 24 ілмек болу керек. Соңғы ілмек бізде 24. Осы 24-ші ілмекке қосамыз. Бұлай бір қабырғасынан алып қоссаңыздар да болады. Мен екі қабырғасынан да алып осылай қосамын. Шымышуын өткізіп, енді крючокта жіптен өткіземіз. Енді ары қарай, қараңыздар, бір қатарын тоқыдық. Бір қатарын тоқыдық. Енді ары қарай 24 ілмекті 3 қатар тоқимыз. 1 2 3. Осы 3 қатарын тоқығаннан кейін ары қарай мынандай көлемді резинкасын тоқып көрсетемін. Келесі қатарға өту үшін енді 3 ілмек тоқимыз. 1 2 3. 4 қатар тоқып болдым. Соңына келдік. Соңғы қатарын қалай жабамыз? Мынау бізде 24-ші ілмекке осылай крючогымызды өткізіп, қызыл жіппен жаппаймыз тоқымамызды. Крючогымызға ақ жіпті ілдіреміз. Осылай ақ жіпті ілдіріп, мына жерден өткіземіз және мына крючоктағы жіптен өткіземіз. Осылай өткіздік. Енді және бір ілмек тоқимыз. Бір ілмекті ілдірдік. Мына қызыл жіпті қатты тартамыз. Енді 3 ілмек жоғары қарай тоқимыз. 1 2 3. 3 ілмек тоқыдық. Мына қызыл жіп қалады бізде. Қазір ең соңында мына қызыл жіппен айналдырып тоқуға. Мына қызыл жіпті қимаймыз. Осылай тұрады бізде. Енді 24 ілмекті айналдыра столбик с накидом тоқып шығамыз. Тура мыналарды қалай тоқыған болсаңыздар, бір қатар тура солай тоқып шығасыздар ақ жіппен. Кейін қалай тоқу керек екенін көрсетемін. 1 2 3. Үшінші ілмегіне қосамыз. Енді және 3 ілмек жоғарыға қарай тоқимыз. Қыздар, қараңыздар, енді көлемді столбиктер тоқимыз. Мына қатар тоқимыз. Енді бірінші столбик. Енді екінші столбикті қараңыздар. Столбиктің үстінен тоқымаймыз. Енді крючогымызды столбиктің астынан өткіземіз. Осылай, қараңыздар. Осылай өткіздік. Бір столбикті осылай
мінекей осылай тоқимыз. Біріншісін осылай тоқыдық. Енді келесі столбикті және мынау үстінен тоқымаймыз. Мына жерінен алып тоқымаймыз. Енді крючокты біз мына бірінші столбикті осылай тоқсақ, енді екінші столбикті арқасынан алып тоқимыз. Қараңыздар. Міне осылай тоқимыз. Міне осылай тоқимыз. Үшінші столбикті мына бірінші столбик сияқты тоқимыз. Міне крючогымызды астынан өткіземіз. Астынан үстіне қарай, қараңыздар. Төртінші столбикті крючокты үстіне шығарып, астына өткіземіз. Міне қараңыздар. Енді мынау келесі столбикті астынан үстіне қарай өткіземіз. Осылай қатардың соңына дейін кезектестіріп, осылай бір астынан, бір үстінен алып тоқимыз. Мені біз қазір үстінен алып тоқыдық. Енді осылай астынан өткіземіз крючогымызды. Енді крючогымызды шұлықтың ішіне жіберіп, үстінен астына қарай аламыз. Қыздар, қараңыздар, қатар аяқталды бізде. Мені бізде басында 3 ілмек тоқығанбыз жоғарға қарай. Міне қараңыздар, осылай болып шығады. Өте көлемді болып шығады. Бұл бізде резинкасы. Енді келесі қатарды қызыл жіппен тоқимыз. Тура осы, енді сурет бойынша тоқып шығамыз. Енді екеуін бір-біріне қосу үшін қызыл жіппен қосамыз. 1, 2, 3, үшінші ілмекке крючогымызды өткізіп, қараңыздар, өткізіп, енді мына бағана қалдырған қызыл жіпімізді тартып шығарамыз. Крючоктағы жіптен де өткіземіз. Өткіздік. Енді жоғарға қарай 3 ілмек тоқимыз. 1, 2, 3. Мына ақ жіпті қиып тастасаңыздар болады. Міне қараңыздар, мен жібім таусылды. Осылай қоямыз. Қазір ең соңында байлаймыз. Ары қарай тура сурет бойынша тоқимыз. Мына алдыға шығып тұрған ілмекті осылай алдынан тоқимыз. Ал артынан шығып тұрған ілмектерді қараңыздар, мінекей артынан алып тоқимыз. Тура бірінші қатардағыдай тоқып шығамыз. Тоқығанда өзі белгілі болып тұрады. Мына бізде бірінші қатар. Енді мына бізде екінші қатар. Крючокты астынан үстіне қарай осылай өткіземіз. Міне бізде екінші ілмек тоқылды. Енді үшінші ілмекті қараңыздар, ішіне кіріп тұр. Оны крючокты шұлықтың ішінен алып, міне қараңыздар, үстінен
астына қарай тоқимыз. Міне. Енді мынау ілмегіміз алдыға шығып тұр, міне. Астынан үстіне қарай тоқимыз. Төртінші ілмегіміз міне ішінен тоқылған. Крючогымызды үстінен астына қарай өткіземіз. Осылай сурет бойынша қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Соңғы столбик. Міне қатар аяқталды. Мына бізде жоғарыға қарай 3 ілмек тоққан ілмегіміз, столбигіміз. Енді осының 3-ші ілмегіне қосамыз. 1, 2, 3. Мына столбиктен өткіземіз. Және бір ілмек тоқып, жібімізді қиямыз. Енді мына қиылған жіптерді ішке жасырамыз. Шұлығымыз дайын, қараңыздар. Сіздермен болған Алия. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.